Баланың ермек емес екенін түсінетін ата-ана аз емес. Ойыншық емес екенін білетін ата-ана тіптен көп. Бірақ өкінішке орай біздің қоғамда жұмыстан шаршап келіп иіскеп шаршауын басатын, көтеріп көңілін көтеретін ата-ана аз емес. Әрине бұл құптарлық, егерде ол болмыстық экзистенциялық мәндермен бірге жүретін болса. Ол біздің фольклормен, ол біздің танымдық дүниелермен ұштасып жататын болса, ата-ананың бұл ісі құптарлық. Алайда бұл әрекеттің құр сүлдері ғана қалатын болса, ол бала үшін түкке тұрғысыз. Оны аз десеңіз ерігіп отырғанда мазақтап қылжаққа айландырып, ашуына тиіп ойнайтын ата-ана да жоқ емес. Тіпті ашуы түскен кезде эмоциясын баласына шығарып, баласынан ашуына алатын ата-ана тағы да аз емес. Өз басым баланы бұлай физикалық ермек ретінде қолдануға, психолог ретінде де, танымдық кітап жазған автор ретінде де қарсымын. Мұндай әрекеттердің баланың тәрбиесіне пайдасынан гөрі зияны көбірек. Дәл осындай құр сүлдер әрекеттерін құптамаймын. Сіз қалай ойлайсыз?